Сіз қылмыс деп ойлайсыз, бірақ та бұл ешқандай қылмыс емес. Зиян бар, өлім бар, әртүрлі жағдаяттар болуы мүмкін, алайда ол қылмыс емес. Неге? Өйткені бұл жерде маңызды бір элемент жетіспейді. Сізге осы туралы қысқа да уақыт ішінде кереметтей түсіндіріп өтетін боламын. Сіз бұл видеоны көріп не ұтасыз? Бұл видеода көргеннен кейін өміріңіздің соңына дейін қылмыстық құқық бұзушылықтың құрамын біліп жүретін боласыз. Қылмыстық құқық бұзушылықтың құрамы дегеніміз не? Құрамы 4 элементтен тұрады. Ол біріншісі объект, екіншісі объективтік жағы, үшіншісі субъективтік жағы, төртіншісі бұл субъект. Осы жоғарыдағы элементтердің біреуі жоқ болатын болса, бұл қылмыс болмайды. Объект дегеніміз не? Осыған тоқталып кетсек. Объект дегеніміз қарапайым тілмен түсіндірген кезде конституциямен және де заңмен қорғалатын барлық қоғамдық қатынастарды объект деуге де болады. Мысал үшін, адамның өмірі, адамның денсаулығы, адамның ар-намысы, адамдағы үстіндегі пайдаланып жатқан меншіктер заңмен қорғалады ма? Қорғалады. Бұл конституцияда жазылған, заңмен де жазылып қойған. Енді адаммен ұрсу барысында оның денсаулығына қатты зиян келетін болса, көз көгеретін болса, басқа да әрекет болатын болса, демек адам оған ұрудан алдын денсаулығы бір қалыпты еді. Солай ғой. Ұрғаннан кейін көз көгерді. Демек объект бұл жерде денсаулық болады екен. Жеңіл, орта, ауыр дене жарақаты болатын болса. Енді адамның төбелесу салдарынан, немесе оны өлтірем деген ниетіне, немесе абайсызда өлтіретін болатын болса, адам өлімі болатын болса, бұл жерде объект адамның өмірі болады. Неге? Өйткені ол жерде оны өлтіруге дейін ол тірі еді. Тірі адам еді, азамат және азаматша еді. Сондықтан да ол іс-әрекет болғанға дейін ол тірі болғаннан кейін бұл жерде объект адамның өмірі болады. Енді көп өмірде кездесетін жайттар бар. Сіз біреуді боқтадыңыз, немесе балағаттадыңыз. Бұл жерде не бұзылып жатыр заң бойынша? Ар-намысы болып есептелінеді екен. Объективтік жақ дегеніміз не? Объективтік жақ болу үшін бұл жерде екінші элемент міндетті түрде бұл іс-әрекет немесе әрекетсіздік арқылы жасалатын элементтердің бірі болады. Сізде әуелі арам ой, арам пиғыл, көре алмаушылық іс-әрекеттер ойға келеді. Сіз ойлап жүрген болсаңыз, көпшілік бұны қылмыс деп ойлайды. Жоқ, ойлағаныңыз сізде қылмыс болмайды. Сіз қашан іс-әрекетке көшесіз, одан кейін қылмыс болуы мүмкін. Ең қызықты элементтердің бірі субъект. Қылмыс жасағанда да көптеген адам қылмыс жасадым деп ойлайды, бірақ ол қылмыс болмауы мүмкін. Мысалы үшін делік, 13 жастағы спортсмен жігіт адамды қатты ұрып қоятын болса, адамға қатты ұру салдарынан өлтіріп қоятын болса, бұл жерде қылмыс болмайды. Неге? Қызық па? Өйткені субъект болу үшін міндетті түрде аса ауыр қылмыстарда 14 жасқа толған болу керек. Есі дұрыс болған болу керек, одан кейін ғана қылмыстық жауаптылыққа тартылады. Оған дейін жауаптылыққа тартылмайды. Есі дұрыс емес адам болуы мүмкін. Есі дұрыс емес деген куәлігі болатын болса, я растайтын құжаты болатын болса, сот медицина сарапшының қорытындысы бойынша оның есі дұрыс емес деген қорытынды беретін болатын болса, бұл жерде де қылмыс болмайды. Бір-екі адам өлтіріп қойған болса да, өйткені оның есі дұрыс емес. Қазақстан Республикасы қылмыс кодексінің 15 бабында 2 бөлігінде 14 жастан басылатын 30-дан аса баптар қарастырылған. Кейбір баптарда, мысалы үшін 16, 18, 16 тарауларда есе субъект міндетті түрде 18 жастан асқан болу керек. Осы іс-әрекеттердің көпшілігі тергеушілер, анықтаушылар біледі де, автомат түрде қылмыстық іс қысқарады, бірақ оны сізге айтпайды. Деген заңсыз әрекеттерге бару ықтималдылығы жоғары. Сізде балам қамалып кетпесін, баламда соттылық пайда болып қалмасын деп, сотқа дейін тергеп тексеретін лауазымды адамның айтқанын істеуге мәжбүр боласыз. Демек сіздер осы уақытқа дейін қылмыстың элементтерін білетін болсаңыздар, ешқандай іс-әрекетке бармай-ақ автомат түрде қылмыстық іс қысқаратын білетін едіңіз. Бұл сіздерге бір лайфхак. Субъективтік жағы 4-ші элементіне тоқталайық. Бұл көзге көрінбейтін іс-әрекеттер. Адамның ішкі пиғылы, көре алмаушылығы, ниеті, мақсаты, кінәсі, осылардың барлығы субъективтік жағы болады. Мысалы үшін көзге көрінетін іс-әрекеттер бұл объективтік жағы деп алатын болсақ, көзге көрінбейтін оның ниеті, мақсаты, кінәсі бұл субъективтік жағы болады. Мысалы үшін көз алдарыңызды елестетіңіздер. Бірдей іс-әрекет болсын. Көлікпен адамды қақты, ол қасақаналық түрде болатын болса, ол уже 99-ші бап бойынша 8 жыл және де 15 жылдың іші деп қарастырылған. Ендеше 104-ші бап бойынша абайсызда адам өліміне әкеп соғатын іс-әрекеттер болатын болса, сырттан көрген іс-әрекет машинамен соқты, адам қайтыс болды. Ішінде отырған адамның сіз ішкі сезім пиғылын білген жоқсыз. Біреу сотқа дейін тергеп тексеретін лауазымды адам алдында қасақана түрде жасадым алдын ала біліп десе, бұл 99-ші бап болады. Егер мен байқамай қалдым, немқұрайлы, менмендік арқылы жасалынды деп абайсызда арқылы жасалынған ол белгілі болатын болса, бұл жерде 104-ші бап болады екен. Көріңіздер, айырмашылығы. Құрметті достар, көпшілігі ойлайды, зиян болса қылмыс деп. Жоқ, зиян болса қылмыс жоқ.
құрам болса ғана қылмыс екен. Ұмытпаңыздар. Қысқаша айтқанда, осы 4 элементті түгел болатын болса, бұл жерде қылмыстық жауаптылық болады. Қылмыс болады. Егерде осы жоғарыда айтып өткен мән-жайлар сіздерге түсінікті болатын болса, лайк басыңыздар, тіркеліңіздер, чаттарға таратып қойыңыздар. Келесі шығатын видеоларды, пайдалы мағлұматтарды бірінші болып көресіз. Білімді болыңыздар, ілімді болыңыздар, қолдап, қуаттап қойыңыздар. Рахмет. Егерде сізге видео пайдалы болған болса, комментарийға 90 деген санды белгілеңіз. Біз сізге байланысқа шығатын боламыз.